Алғашқы сөз Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат вице-министрі Дархан Хамзабекұлы Мыңбай мырзаға беріледі. Бұл меніңше практикада өте жақсы нәтиже беретін жұмыс өйткені жақында ғана осындай ашық әңгіме болып, ол баспасөз беттерінде талқыланды осы ұйымдастырумен. Сондықтан да мен осы бүгінгі келген қатысушылардың барлықтарына да министрліктің атынан жалпы осы салаға жаңаша ретінде сіздердің ой пікірлеріңізді рахмет етеді. Жалпы соңғылар жасалған көптеген оқиғалар осы заманғы мынау мәдени өркениеттік аймақтарының мен этносаралық қатынастардың күрделілігі тағы да бір айғақтап берді. Сондықтан да мәдениеттанушылар, саясаткерлер мен саясатшылардың қатысуымен өтетін түрлі үлгілері мәдениеттері үйлесімді қажеттілігі артып отыр. Бүгінгі дөңгелек столдың ең басты мақсаты осы мәселелердің бәрін саралау. Шын мәнінде қазіргі біздің мынау әлемдік қауымдастықта қазіргі жауапты және өзінің орны бар серіктес ретінде танылып отырған кезде мынау ықпалдастықтың дамуына жаһандық қауіпсіздіктің соны тежеуге, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, мәдениетаралық және конфессияаралық байланыстарды орнатуға барынша қолдау көрсетуге септігін тигізеді деп ойлаймын. Өздеріңіз білесіздер, біздің елдің көптеген бастамалары бар. Әлемдік халықаралық деңгейдегі соның бірқатарын айта кететін болсақ, Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес, әлемдік және дәстүрлі тілдердің теңдерінің съезі сияқты осындай үлкен бастамалар шын мәнінде осы біздің бұлдағы үлкен мәдениеттің форматы деп біз білеміз, соған бағыттауға шақырады. Біз мына Ресей мен Қытай Халық Республикасының Еуропа мемлекеттерімен, Америка құрама штаттарымен, сондай-ақ мәдениетімізбен тарихымыздың ортасында жақындасып отырған көршілес мемлекеттермен байланыстарымызды Шанхай ынтымақтастық ұйымы, ШОС-ға бірлесіп, ЮНЕСКО және Түркістан халықаралық ұйымдар шеңберінде дамытудамыз. Біздің мәдени-гуманитарлық салаларда ықпалдастығымыздың келешегі зор. Біздің күш-жігеріміз бұларды бұдан әрі дамыта беруге бағытталады. Жақында ғана өздеріңіз білесіздер, Еуропаға жол деген арнайы бағдарлама қабылданды. Бұл бағдарлама Қазақстан мен Еуроодақ арасында өзара тиімді ынтымақтастық одан әрі қарай қисынды жалғасты деп айтуға болады. Сондай-ақ бұл бағдарлама стратегиялық әріптестікті орнату деңгейіне жеткізуге бағытталған. Аталған бағдарламаның басымдықтарының бірі өмірдің сән саласы бойынша еуропалық қана емес, сондықтан өзіміздің де тәжірибені ыңғайластыру, ілгерілеу, сондай-ақ әсіресе білім мен мәдениет саласындағы біріккен жобаларды жүзеге асыруды көздеп осы тарапында да сіздердің ой пікірлеріңіз үшін құнды болады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Еуропадағы емес, бүкіл әлемдегі беделді ықпалдастықтардың бірі екенін сіздер білесіздер. Міне осынау беделді ұйымға алдымен Азия мемлекеттерінің арасында жалпы қала берсе мынау бұрынғы тмд мемлекеттерінің арасында мұсылман мемлекеттерінің арасында бірінші болып Қазақстан 2013 жылғы төрағалық еткен отырғандар білесіздер. Енді тек қана бұл мәселе ғана емес, біз мынау мұсылман әлемі елдерімен де халықаралық ынтымақтастық пен мәдени алмасудағы құрылымда белсене қатысу ерекше біз үшін табиғи нәрсе. Біз сондай-ақ ислам және арабшылық елдерінің көпшілігімен өзара тиімді екіжақты мәдени қарым-қатынастарды белсенді дамытып келе жатырмыз. Оны да сіздер жақсы білесіздер. Халықаралық қоғамдастықта біздің елімізді мекен ететін және біртұтас Қазақстан халқын құрайтын барлық этнос өкілдерінің тең жағдайы, конфессияаралық, мәдениетаралық келісімді қамтамасыз етуге бағытталған дәйекті саясатымыз әлемге кеңінен танылып отыр деуге болады. Бұл жалпы мынау мәдени мұра жобасының айта кетсек болады, оның орны бөлек. Әлі де болса біз бұл мәдени мұра жобасының барлық толық потенциалын пайдалана алмай отырғанымызды мойындауымыз тиіс болуы керек. Мәдениеттанушылар мен ғалымдар бұл жобаның еліміздің кешегісі мен келешегін хаттап әншейін тізбелеп қойсалар кезекті шара емес. Ғаламдық маңызы зор, демек қазақ мәдениетінің әлемдік мәдениетке таласы бар екендігін танытатын құбылыс туралы салмақты пікірлер айтты.
мәдениеттің, ғылым мен әдебиеттің ең үздік үлгілерін қазақ тілінде жарық көруі мен халқымыздың бай мұрасы мен жетістіктерін басқа тілге аудару, бұл да біздің ұлтымыздың мұрасын насихаттауға қызмет ететін жұмыс болып табылады деп ойлаймыз. Әрбір мемлекеттің өркениеттілігін оның мәдени мұраға деген көзқарасына қарай танып, бағамдап болатыны анық. Демек, Қазақстанның мәдениет саласындағы мемлекеттік саясаттың екі түрлі міндет жүктеліп отыр бүгінгі таңда. Біріншісі, өзіндік этникалық мәдениетті дамыту мен қолдауға бағытталған шаралар кешенін нығайту. Екіншісі, мынау төл мәдениетті оңтайлы өрістете отырып, әлемдік мәдени кеңістікке ену үшін жағдай жасау ғана емес, соған әрекет жасау. Қолға алынған осынау маңызды жоба Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы ықпалдастық байланыстарды дамытуға және елдің ішкі сыртқы саяси міндеттері мен ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра конвенциясын іске асыруға бағытталған. Қазір мынау жаһандану мен батысқа еліктеу процестерінің қарқын алған кезең. Бұл кез қиын да шытырман уақыт. Себебі өткен ғасырда жаһандану процесінде мәдениеттер бір жақты қалыпқа түсіп, батыс үлгісі жалпыға ортақ болады деген теріс түсінік біздің санамызда орнатылып қалғаны да мәлім. Солай сіңіріліп келген болар. Ал бүгінгі күндегі жағдай оған қайта қарауды қажет етеді деп ойлаймыз. Дүниежүзіндегі қазіргі қарбалас кезеңінде қандай да көп өз қазанында өз пісіп, бұл енді орысша ұғымдалмайды. Жалпы өзінің шеңберінен аса алмай, өз мәдениетімен ғана шектелуі, жаһандану елінің басқа бір ұйымына тартылып кетудің қаупі бар. Демек, өзгелерден оқшаулану және әлемдік құбылыстан сырт қалу, ол да бір қауіпті нәрсе. Сондықтан осы мәселеге де біз сақтықпен қарауымыз керек. Қазіргі таңда Қазақстанда тарих, археология, сәулет және монумент өнерінің 25 мыңнан астам ескерткіштері, мемлекеттік мәдениет саласындағы саясатын жүзеге асырып отырған 6 мыңнан астам мәдениет ұйымдары бар екені белгілі. Бұл әрине сан, бізге сапасын көтеретін уақытта жеткен сияқты. Өйткені бұл санның ар жағында барлығының әрқайсысының жұмысын талдайтын болсақ, сіздер бізге ортақ әңгіме жетіп жатыр. Халқымыздың ғасырдан асып келе жатқан құнды ескерткіштер мен тарихи мұрағаттар тек қазақ ұлтының ғана емес, әлем мәдениетінің тамаша жәдігерлеріне жататын білесіздер. Ол мен енді тарихымыздағы біздің жетістіктерімізді, болмаса біздің құндылықтарымызды арнайы мамандар айта жатар. Мен бір ғана нәрсе айтайын деп едім. Мынау әлемдік мәдени кеңістікке кіру мақсатында елімізде көптеген халықаралық деңгейдегі дәстүрлі конкурстар мен фестивальдар, әртүрлі көрмелер тұрақты түрде өткізіліп келе жатыр. Оның барлығы жай кезектегі шаралар емес. Атап айтар болсақ, мынау кешегі халықаралық Еуразия фестивалі, кино фестивалі, болмаса халықаралық алтын жебе анимациялық фестивалі. Оған да түрлі басқа елдерден келді. Мен сондағы бір мәселені еске сала кетейін деп едім. Мынау Украинадан келген аниматорлар айтады. Осы жағдай қиын болды, қаражат жоқ кездің өзінде де жаңағы 1-2 килограмм ұннан, 2 килограмм құм шекерден және 2 килограмм күріштен содан бір мультипликациялық фильм жасаған айтты. Сондай шығынның бар болған сол ғана екен. Бұл деген шын өз ісіне берілген адамдар кез келген уақытта өз ісін жалғастырады. Ары қарай міне бұл бізде барлық елдерден келіп жатқан осы халықаралық фестивальдардың да беретіні бізге өте мол деп айтуға болады. Мынау Азия мемлекеттері арасында мынау театрлар фестивалі кеше ғана өте табысты өтті деп айтуға болады. Сондай-ақ мынау Опералия халықаралық фестивалі. Жалпы мынау бұның барлығы тек біздің Қазақстанның оң имиджін ғана қалыптастырып қоймайды. Сол арқылы біз қазақ өнерін сыртқа танытып, қазақ халқының мәдениетін танытуға мүмкіндік аламыз. Ал енді біз мынау атқарылып жатқан істерден гөрі не атқару керек және мәдениет саласындағы мемлекеттік саясат қай бағытта даму керек. Осы бағытта әңгіме өрбитін болатын болса, біздің бүгінгі осы жиынымыздың жұмысымен нәтижелі болады деп ойлаймын. Сондықтан да қымбатты әріптестер, мәдениеттанушылар, мәдениет зерттеушілері және мәдениеттің ең үлкен жанашырлары, мен сіздерге осы бүгінгі істеріңізге сәттілік, осы бүгінгі жұмыста нәтижелі тілеймін. Рахмет.